Assalamu alaikum құрметті бауырлар. Ереке дұғалары қабыл болмай жүрген адамдарға не айтады? Дұғалар қабыл болмай жүрген адамдар ең бірінші адал ас жеу керек. Ең бірінші. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сапарда келе жатқан үсті басы шаң-шаң, шашы ұйпа-тұйпас шығып кеткен бір кісі, я Алла, Алла деп атқан бір кісі туралы айтады ғой. Оның ішкені харам болса, жегені харам болса, кигені харам болса, Алла тағала оның дұғасын қалайша қабыл етеді дейді. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Енді осы хадиске қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сапардағы адам туралы айтты да, сапардағы адам туралы. Негізінде дұғасы тез қабыл болатын адамдардың бірі бұл сапардағы адамның дұғасы. Сол үшін сапардағы адамның дұғасын алып қалуға өсиет қылған ғалымдарымыз. Енді жаңағы кісі дұғаның қабыл болатын шарттарын бірін орындап тұр. Сапарда дұғасы тез қабыл болынады негізінде. Бірақ ол жегені мен ішкені харам болғандықтан да оның дұғасы қабыл болмай жатты. Міне сол сияқты намаздың кілті дәрет болса, жәннаттың кілті намаз. Сол сияқты дұғаның қабыл болуының өзінің кілті бар. Ол кілттің ең біріншісі адал ас. Қанша жерден намаз оқысаң да дәретің болмаса қабыл болмайтын да сияқты, қанша дұға жасасақ та, егер жегеніміз арам болса, ішкеніміз арам болса, кигеніміз арам болса, онда дұғамыз қабыл болмайды. Сол себептен де ең бірінші мән беруіміз керек болған нәрсе адал ас тұтыну. Магазинге кірген кезде біз алып жатқан затымызға мән беріп қараймыз ба өз? Мұны адал ма, арам ба деп сұраймыз ба? Немесе сертификатына қараймыз ба? Ешқандай еш нәрсесіне қарамаймыз дағыны. Барамыз да, аламыз да, ішетін нәрсе болса ішіп, жейтін нәрсе болса жеп кете береміз. Ол деген біздің селқостығымыздан. Сол үшін жейтін, ішетін асымызға ерекше мән беруіміз керек. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.